Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жареный пельменнің, яғни қуырылған түшпәраның рецептісімен бөліспекшімін. Менің каналыма кіріп, міндетті түрде төмендегі подписация батырмасын басып, қоңыраушаны басып алыңыздар. Ал енді бізге картоп, пияз және специялар, яғни тұз, бұрыш және дәмдеуіштер керек болады. Ең бірінші біз картопты суға қайнатып аламыз. Яғни картопымыз біздің тез пісуі үшін картопты осылай жұқа жіңішке етіп тураймыз. Картоптың мөлшерін өзіңіздің қанша адамға жасайтынына қарай мөлшерлеп аласыздар. Мен 5-6 адамға жасадым. 5-6 адамға осы 3-4 картоп жеткілікті болды. Енді картопымызды ыдысқа саламыз. Үстінен кез келген су құямыз. Яғни судың температурасы маңызды емес. Ыстық су болса да, мұздай су болса да бәрібір. Енді пиязымызды тураймыз. Пиязымызды жіңішке және ұзынша етіп тураймыз. Қалай турасаңыздар да жалпы өз қалауларыңыз бойынша. Егер пиязы көбірек болса, өте біздің түшпәрамыздың салмасы да өте дәмдірек болып шығады. Осылай пиязды турап аламыз. Ал енді біз картопымызға үстінен суымызды құйып, отқа қойып, жақсылап аздаған тұз салып, жақсылап қайнатамыз. Бетін жауып қайнату міндетті және үнемі қарап бақылап отырамыз. Ал енді біз екінші жағынан сковородкамызге сұйық майымызды мөлшерлеп құйып, үстіне пиязды салып, қуырып аламыз. Пиязға тұзды салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады. Пиязды қатты өлтіріп жібермейміз. Шамалы өлгеннен кейін астын өшіріп шамалы қоя тұрамыз. Ал енді біздің картопымыз пісті, суын сорғытамыз. Шамалы астынан кішкене ғана су алып қаламыз. Және үстіне біз жаңағы қуырған пиязды, тұз, бұрыш және дәмдеуіштерді салып, жақсылап езіп араластырамыз. Сонымен қатар бұл картопымызға шамалы сүт және сары май қоссаңыздар да болады. Міндетті түрде ол одан сайын дәмін кіргізе түседі. Барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде картоптың ыстық кезінде араластырған жақсы. Яғни жақсы араласып, жақсы езіледі. Ал енді біз қамырымызды, тестамызды дайындаймыз. Ең бірінші бізге ұн, судың температурасы маңызды емес. Бір жұмыртқа болса да, болмаса да болады. Және қопсытқыш пен тұз және тоң май керек болады. Бұл тоң майды қосуымыздың себебі бұл күтірлік әрі дәмді болып шығу үшін. Бұл тоң майдың дәмі ешқандай білінбейді. Ең бірінші тоң майды алып, тоң майды ерітіп аламыз. Газге қойып, ерігенше күтеміз. Бізге тоң май өте пайдалы. Яғни бұрынғы біздің қазақта тоң майды өте жақсы пайдаланған. Яғни бұл көптеген жағдайларда ем болып табылады. Осылай ерігеннен кейін үстіне кез келген температурадағы суды құямыз. 1 кесе су құямыз және жұмыртқаны салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады негізінде. Және тұзбен қопсытқышты саламыз. Жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Міндетті түрде тұзы қопсытқышымыз еруі керек. Венчикпен жақсылап араластырып болғаннан кейін үстінен ұн саламыз. Ұн міндетті түрде елгезектен өткен болуы тиіс. Және ұнды біртіндеп бөліп саламыз. Бастапқыда осылай венчикпен араластырып қоюлатып аламыз. Одан кейін өзіміздің қолымызбен жұмсақ, әдемі қамыр илейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде бөліп салыңыздар. Мен көп жағдайда көз мөлшермен саламын. Кей жағдайда көп болып кетпес үшін, яғни біз қамырымыз қатты болып қалмас үшін міндетті түрде осылай бөліп салған пайдалы. Егерде бұл тестаға біз жаңа тоң май қостық қой, сіздерге тоң май ұнамайтын болса, сары май қоссаңыздар болады. Бірақ негізінде осы тоң майды қосқаннан кейінгі дәмі бірақ тоң майдың білінбейді, мүлдем сезілмейді.
жасап көріңіздер, өте сәтті шығады. Міне осындай жұмсақ тесто дайындаймыз. Жұмсақ қамыр дайындаймыз. Осындай жұмсақ болуы тиіс. Бетін жауып, сәл июін қандырамыз. Мінекей, осы июі қанған қамырымызды енді жайып шығамыз. Қамырды жайғанда қалыңдығы қатты қалың емес, не қатты жұқа болмау керек, орташа жайылуы тиіс. Сосын ұнды өте көп сеппейміз. Яғни біздің қамырымыз қазір бүккен кезімізде, яғни пельмендерді жабысып тұру керек бір-біріне. Сол үшін ұнды өте көп сеппейміз. Қамырды жақсылап жайып аламыз. Менің каналымда басқа да тағы көптеген рецептер бар. Міндетті түрде басқа да видеоларымды қарап шығыңыздар. Кез келген видео сіздердің көңілдеріңізден шығады деген сенімдемін. Міндетті түрде осы менің каналыма тіркеліп, төмендегі подписация батырмасын басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Мен сіздерге қазір жоғарыға тағы да бір сілтеме қалдырайын. Менде сонымен қатар алмалы бәліштің рецептісі бар. Шарлотканың рецептісі бар. Міндетті түрде жоғарыда сілтеме шығады. Сол сілтемеден өтіп, видеоны көріп шығыңыздар. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Яғни пельменге ұқсатып, қамырды осылай бастапқыда жинаймыз. Сосын бөлшектерге бөліп, оны қайтадан жинап, 4 бұрышты формада кесіп шығамыз. Қатты үлкен болмауы керек, не қатты кіші болмауы керек, орташа формада кесіңіздер. Мінекей осылай жинап, қайта кесеміз. Біз осы қамырды дайындап, кесіп жатқан кезде газымызге сұйық майымызды құйып, қыздырып қоямыз. Яғни біз қазір бүгіп болғаннан кейін дайын болуы үшін. Міне осылай барлығын пельмен сияқты бүгіп шығамыз. Салмамыз дайын, салманы ортасына салып, осылай бүгіп шығамыз. Тек қана бұл формада, пельмен формасында емес, басқа да 3 бұрышты, 4 бұрышты формаларда кесіп, дөңгелек формасында кесіп, осындай біздің чебурекелерімізді дайындауларыңызға болады. Енді барлық пельмендеріміз дайын болды. Бұл пельмендерді майға, қызып тұрған майға біртіндеп салып, екі бетін ауната отырып, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Майды міндетті түрде көп мөлшерде құйыңыздар, өйткені біздің пельмендеріміз бастапқыда батып тұруы тиіс. Батып тұрса өте жақсы қызарып әдемі болып піседі. Міне осылай қып-қызыл болғаннан кейін осылай сүзіп аламыз. Мінекей осындай сап-сары әп-әдемі болып шығады. Жұмыртқа қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да осындай сап-сары әдемі болып шығады. Енді дастарханға ұсынып, шайымен ішіңіздер болады. Өте дәмді, сәтті шығады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап шығыңыздар. Және сіздерден қолдау күтемін. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.